Bismillahirrahmanirrahim. Taqvadar qo'ychi. Nafi özünün tarix günlerini eske salıb, sözün başlap qaldı. Bir günü Abdullah bin Umar jana anın dostları menen qoşu çoğu Madinanın sırt tarafına saparga çıkıp qaldık. Bir qancha jol жүрүп өткөн соң, ес алғаны тоқтадық да, тамақтанғаны олтырдық. Ошол вақытта биздин алдыбыздан bir қойчу қойларын айдап өтіп қалды. Абдулла аға қарап, "О туған, кел біз менен қошу тамақтана кетпейсің бе?" деді. Ал қойчу ақырын ғана, "Мен оразомын" деген жоғын uzatты. Абдулла бин Умар аға қарап, "Ушындай жан құйқалаған күннің ысығында, тоо арасында, анысы аз келгенсіп қой артында қалбай жүріп, қантип ораза қармадың" деді. Ал қойчу болса дағы деле, үнім биік көтербестен, "Бұл мындан да ысық күнге көрген даярдығым" деп, қой артынан баратты. Абдулла бин Умар анын мындай құрыш жоуына таң қалып, қайра аға қарап, "Тиги қойларыңның біреусін бізге сатпайсың бе? Біз аны сойып пішіралы. Bir четінен өзің де етінен даам татып кетмексің" деді. Бирок мындай жағымды сөз қойчыға еш бір таасир берген да жоқ. Ал жанағы эле кейпинде, "Бұл қойлар меники эмес, бұл менин кожоюнумдуку" деді. Абдулла бин Умар, "А эмне болуптур? Кожоюнуң қайдан көріп қойыптыр? Аға қарышқыр жеп кетті" деп қоясың дегенде, қойчы еш қамырабастан қойларын алдына салып, айдап баратып, артын қарабастан сөмөй манжасы менен асманды көрсетіп, "Аллах көріп турат го" деп, өзүнө терең ойлуу суроо койду. Мына ошол күндөн баштап Абдулла бин Умар тақвадар қойчунун сөзүн кайра-кайра кайталап жүрдү. "Аллах көріп турат го" деп. Ал сапарынан Мадина шаарына келген соң, жанагы тақвадар қойчунун кожоюнун издеп тапты да, андан қойчуну қойлары менен кошо сатып алды. Андан соң тақвадар қойчуну азаттыкка чыгарып, ал қойлардын баарын ага белек катары тартуулады. Бул хадистен алынуучу сабак: улуу жаратканды унутуп, бирөөнүн акысын көрбөйт деп уурдабагын, аны билбейт деп алдыбагын. Бул баян бакыттын ачкычы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Аллах сиздерден разы болсун.